Сәлеметсіздер ме оқытушылар мен оқушылар? Кей жағдайда үлкен деректерді жіберу қажеттілігі туындауы мүмкін. Бүгінгі видеода Microsoft Teams платформасындағы OneDrive бұлттық сақтау мен жұмыс істеуді қарастырамыз. Бұлттық сақтау дегеніміз, деректерді сақтау үшін пайдалануға болатын онлайн кеңістік болып келеді. Телефондағы немесе компьютердегі мәліметтерді бұлттық сақтауға жүктей отырып, құралдардың жадын босатуға болады. Ең басты артықшылықтары қолжетімділік пен деректердің қауіпсіздігі болып келеді. Әрине, жеке немесе құпия мәліметтерді сақтауға шақырмаймын. Ең басты кемшіліктерінің бірі жылдам және сапалы ғаламторды қажет етеді. Бұлттық сақтаулардың бірнеше түрлері бар. Көріп тұрғаныңыздай, мега және оның тегін беретін жады. Келесі OneDrive және де тегін беретін жады. Email'дан Яндекс.Диск және де бізде Google Drive. OneDrive'тың таңдаудың ең басты себебі Microsoft Teams платформасында интеграцияланғандықтан. Жақсы, енді іске көшейік. Көріп тұрғаныңыздай, екі пайдаланушы ретінде кіріп тұрмыз. Сол жақта бізде оқытушы, оң жақта болса оқушы ретінде. Ең бірінші, оқушы арқылы OneDrive бұлттық сақтау қорына кіру керекпіз. Ол үшін кез келген іздеуден енгіземіз OneDrive деген сөзді және де біріншіні таңдаймыз. Көріп тұрғаныңыздай, бізге екі таңдау беріледі. Бірінші жүйеге кіру, екінші тіркелу. Біз Microsoft Teams платформасына тіркелгендіктен бізге жаңадан тіркеліп керек емес. Біздегі пайдаланушының аты мен парольді енгізе отырып кіреміз. Көріп тұрғаныңыздай, OneDrive бұлттық қорына кірдік. Келесі мақсатымыз оқытушы ретінде кіріп, сол жақтағы терезеде көріп тұрғаныңыздай, біз тапсырманы құрастырамыз. Бірінші жолға тапсырманың атын, екінші жолға нұсқаулықтар. Менің жағдайымда тек қана 1, 2, 3 дегенді жаздым. Әрине сіздерге бірінші, екінші, үшінші нұсқаулықтарды жеке-жеке жазуға болады. Және де астына кез келген тапсырма тіркеймін. Алдында айтып кеткендей, OneDrive'та орналастырған тапсырманы жіберуге болады. Немесе класс netbook тағы тапсырманы жіберуге болады. Немесе сілтемені жіберуге болады. Сілтеме кез келген сайтқа немесе YouTube каналына болады жіберуге. Және де астындағы орналасқан жолға тақырыбын немесе түсініктемені енгізуге болады. Жаңадан папка құруға болады. Және де Teams арқылы да жіберуге болады. Біздің жағдайда компьютерда орналасқан ақпаратты жібереміз. Барлығы жүктелді, уақыт ештеңесін өзгертпеймін және де тапсырманы тағайындаймын. Оқытушының аккаунтынан тапсырма тағайындалды деп шықты және де тапсырма келді. Тапсырманы басамыз. Тапсырмаға өтеміз. Текстік документтегі жазылған мәлімет шықты. Келесі жабуды басамыз және де бізге ақпарат жүктеу керек болады. Алдында айтып кеткендей, кейбір ақпараттар өте үлкен көлемде болуы мүмкін. Мысалы 1 гигқа дейін болуы мүмкін. Көріп тұрсаңыздар, OneDrive'та бізде ешқандай мәлімет жоқ. Екінші жолда бізге Word документін, презентация немесе Excel бағдарламаларын ашып, сол бағдарламаларда жұмыс істей отырып тапсырманы тапсыруға мүмкіндік береді. Үшінші жолы ол бізде алдында айтып кеткендей сілтемені енгізуге болады YouTube'қа немесе кез келген сайтқа. Және де бізге мүмкіндік береді компьютерда орналасқан мәліметтерді жүктеуге. Мысалы, 1 гиг көлемдегі мәліметті жүктейік. Әрине бізде жүктелген жоқ, өйткені шектеулі жад. Ол үшін біз OneDrive арқылы әрине жібере аламыз. Ол үшін OneDrive панеліне өтеміз. Көріп тұрғаныңыздай, жаңадан деген бар. Құрастыруға болады папка немесе қалташа. Екінші,
жүктеуге болады, немесе синхрондауға болады, немесе автоматтандыруға болады. Әрине барлығын қарастырмаймыз, бізге тек қана жүктеу керек. Жүктеуде бізде екі нұсқалық болады. Бірінші файлдық, екінші қапшық. Біз таңдаймыз файлды. Бізде бір документ болғандықтан біз файлды таңдаймыз. Және де 1 гиг өлшемдегі мәліметімізді жүктейміз. Әрине белгілі бір уақыт алады, сіздің ғаламторыңыздың жылдамдығына байланысты. Әзірше жүктеліп жатқанда екінші құжатты жүктейік. Енді Google Drive-қа жүктелгенше дейін сәл күте тұру керек. Мәліметіміз толығымен жүктеліп болды. Және де оның өлшемі 1,1 гиг болып келеді. Егер де сілтемеге басатын болсақ, бізге келесі мәліметтер беріледі. Бірінші жолақта логин енгізіп жіберуге болады. Екінші жолақта сілтемені алуға болады. Біздің жағдайда осы тапсырманы енгізу керек болады. OneDrive-қа өтеміз. Бірінші біз әрине суретті жүктей аламыз. Екінші болса, видеоны біз жүктей алмаймыз. Өйткені оның памяті өте көп болып тұр. Екінші видеоны жіберетін болсақ, бізге шектеу қойылады. Көріп тұрғаныңыздай өте 100 мегабайтқа дейін дейді. Сондықтан біз тек оның сілтемесін ғана жүктейміз. Ол үшін біз OneDrive панеліне өтеміз де сілтемені көшіріп аламыз. Келесі қадамда Teams платформасына өтеміз де тапсырманы енгізу деп басамыз. Содан кейін сілтеме деген мәзірді таңдаймыз. Және де сілтемені енгіземіз. Және дәлелдейміз. Сілтемеміз жүктелді. Және де қосымша суретті енгіземіз. Біздің орындалған тапсырмамыз оқытушыға кетті. Келесі оқытушының интерфейсінен командаға өтеміз. Содан кейін өз командамызды таңдаймыз. Өтеміз. Келесі батырманы басамыз. Содан кейін тапсырмамызды қараймыз. Бізге берілген бір тапсырма және бір тапсырма орындалған деп оң жағында көрсетіп тұр. Тапсырманың өзін басамыз. Және де тапсырма жіберілді деген батырма бар. Басып көрсек, бізге тапсырмамыз келді. Көріп тұрғаныңыздай сол жақта фото және де сілтеме көріп тұрсыздар. Здравствуйте! Сегодня мы постараемся выполнить 5-ю лабораторную работу. Тема данной лабораторной работы – стандартные программы работы с реестром. Перейдем к заданию. Көріп тұрғаныңыздай 4-ші курс студентінің видео есебі келді. 1,1 гигті мәліметі келді. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.